Арма ағайын, Шайтайым жобасында өздеріңізбен жүздескеніме қуаныштымын. Жобамыздың бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы әскерлер арасындағы самбо күресінен чемпион, Нұрсұлтан Барысы 2021 бас жүлде иегері Күмісбаев Азамат Жаңабайұлы. Шайтайым жобасына қош келдің, Азамат. Қалың қалай? Жақсы. Естуімше сен жақында әскерден оралдың, аман-есен елге оралуымен. Енді біз сені бүгін Шайтайым жобасына қонақ ретінде шақырдық. Жалпы шай дегеннен шығады ғой, шайдың қай түрін жақсы көресің? Шайдың қара түрді, ол сүтсіз, сүтсіз шай ішем. Енді біз сенің талғамыңды білгендей сүтсіз қара шай әзірлеген болатынбыз. Шайдан ауыз тиіп, бізбен сұхбаттасуға дайынсың ба? Дайынмын, рахмет. Ендеше саған алғашқы сұрақ, жалпы әр адам өз бақытының ұстасы дейді. Сендегі бақыт не? Мендегі бақыт бұл әрине отбасы, ата-ана, бауырларым, солар аман болса, мен үшін сол бақыт. Бәрекелді. Енді жаңа сен ата-ана, отбасы деп жатырсың. Адамның бір кіршіксіз, тәтті кезеңі балалық шағы ғой. Сол балалық шаққа саяхат жасап, өзіңнің ата-анаң, отбасың, туыстарың туралы мағлұмат бере кетсең, кімдер, қайдан, қандай адамдар, ненен айналысады деген секілді. Мен өзім Атташ ауылының тумасымын. Өзіміз 6 ағайындымыз. Ағам, інім, қарындасым бар, ата-анам. Балалық шағым ол әрине Атташ ауылында болды. Мен не айтамын? Теңізді сүйіп өскен, қарбала. Теңізге жақын. Енді жалпы осы сен, менің білуімше, мектеп жасынан спортпен айналыстың, иә? Осы ең алғаш спорттың қай түрін таңдадың? Ең алғаш спорттың дзюдо күресін таңдадым. Өте әдемі спорт болғаннан кейін өзіме ұнады. Сол. Қазір таңдауын неге самбо күресіне түсті? Самбо күресін негізі мен әскери өмір кезінде самбо күресі болғаннан кейін өзімнің әскери бөлімнің самбо күресімен атын қорғадым. Самбо күресі. Үлкен спорт әлеміне саған бақыт берген бапкерің кім? Ең үлкен спорт несіне Қанат ағайым, Қанат Жұмабаев менің жеке бапкерім. Сол кісі маған осы үлкен жетістіктерге жетуге сол кісі көмектес. Енді бапкеріңнің қандай қасиеттерін бойына сіңіре білдің? Мысалға біз енді Жұмабаев, Қанат деген кісіні есімін естігенде ол кісінің еңбекқор, спортты сүйетін, өте қарапайым адам екенін білеміз. Бойындағы жақсы қасиеттерін, қандай қасиеттерін бойына сіңіре білдің? Ең жақсы қасиет деген сол еңбекқор, бізді еңбекке баулып, соның арқасында үлкен жетістікке жетіп отыр. Еңбектің арқасы сол. Енді жаңа айтып кеттің ғой, сен мектеп қабырғасында осы спорт түрімен айналысып, жарыстарға шығып жүрдің, иә? Мектеп қабырғасынан. Сол алғаш бапкерің туралы айта кетсең? Ең алғаш спорт әлеміне келген осы Қуанхан ағайымыз. Осы қазірде Ғалымбаев атындағы мектеп, сода дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Сол кісі осы ең бірінші алғашқы мектеп оқып жүрген кезде сол кісі спорт әлеміне әкелді. Сол кісінің арқасында сол спортта жүр. Енді сен жаңа мектеп қабырғасында талай жарыстарға, талай додаларға барып қатыстың. Осы ең алғаш жетістігіңді айтып отырсың, енді ең алғаш алған медаль сақтап жүрсің ба? Бар, екінші орын тұр. Демек, мынау сенің алғашқы жеткен жетістігің. Мектеп кезінде алған. Бұның салмағы сірә енді қазіргі күнге жеткен жетістіктеріңнен көре енді кішкене өзіңе ыстық болады ғой. Әрине. Себебі спорт әлемін бағындырар үшіннің баспалдарының алдындағы ең алғашқы жүлдеңе. Спортшы ретінде сен бағындырар алмаған әттеген сәттерің болды ма? Болды. Бұл Словакия елінде әлем чемпионатына жолдама алу үшін Кубок Европа болған ересектер арасында. Сол кезде жастар құрамасында сол құрамаға барған болатынбыз. Сол кезде менің салмағымда 4-5 адам күресті. Сол кезде
ұлттық құраманың бапкері кім жақсы нәтиже көрсетсе сол әлем чемпионатына барады деген болатын. Сол кезде мен бірінші айналым сол Венгрия палуаны жеңілген болатын. Сондықтан әлем чемпионатына бара алмай қалдым. Сол өкінішті сәт сол болды. Ол жеңілістен кейін талай жеңіске жеттің, иә? Бірақ дей тұрғанмен ол адамның өзінің ішінде бір не болып қалады ғой. Деген осы да бір өстіп жіберсем қалай болады. Онда ол жерде сонда сенің дайындығың аз болды ма, не болды? Дайындығым жақсы болды. Кішкене бақ дейді ғой. Сол жетіспеді. Бақшалы ма, бақшалы ма деген осы. Бақ жетіспеді. Азамат, енді сен жақында жаңа айтып кеткендей, отан алдындағы борышыңды өтеп, әскерден қайттың. Қазіргі таңда енді әскери өмірге мойынсынбайтын жастар кездесіп жатады. Өзіңнен кейінгі інілеріңе, кейінгі жастарға әскери өмір туралы, әскердің бір қызығы мен шұжығы дейді ғой, бір естеліктер айтып өтсең. Әскери өмір барлық азаматтың борышы, ол әскери борышын өтеу. Енді әскери өмір өте қиын болды, әскери өмір болғаннан кейін. Ондай көп қызық болған жоқ. Қызметте, көбінесе қызметте бір қызық жағдай болғанда айтсам бар. Қызметте өте барысында мені жарысқа шақырған болатын. Соңғы кезде наш физ дейді ғой, начальник физический подготовки командирім шақыртқан болатын. Сол мен қызмет барысында жүргеннен кейін менде көп айқай болып кетті. Сол у-шу шақырып мені іздеу. Сол кезде үлкен командирім сол мені шақырып алып, сол спорт залға қуып жіберген. Сол қызық болды. Сонда бұған дейін сенің спортсмен екеніңді, спортпен айналысатыныңды, азды көпті сенің спортта жеңіске жетіп жүрген жас екеніңді өз жердегі командирлерің білген жоқ, иә? Алғашында білді. Карантин мезгілі, карантин қандай бір қиын сәттер кезі сол. Ойда жоқта бір жарыс болды бригада арасында. Сол кезде өзімнің отамның атын қорғау үшін командирім жіберген. Енді біз жаңа айтып өттік қой, Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы әскерлер арасындағы самбо күресінен чемпионсың, иә? Осы мына жерде сенің мынау чемпиондық белдігің, иә? Бұның қазіргі таңда сен үшін салмағы қандай? Өте ауыр. Өйткені әскери қызметте жүріп, дайындалып бір жер. Отан қорғап, бір жағынан спортта бірге алып жүру өте қиын болды мен үшін. Ең алғашында сол бригада жарысынан бастап бригада чемпионат. Содан жеңімпаз болдым. Сосын Нұрсұлтан қаласы, соның Динамо дейді бізде. Сол Динамода чемпион болдым. Сосын ары қарай сол ұлттық ұланның Қазақстан біріншілігіне алып кетті. Сода чемпион болдым. Алланың қалауымен. Болсын, жетістіктерің көп болсын. Енді сен қазір отан алдындағы борышыңды өтеп, жаңағы спортта да бірталай жетістіктерге жетіп, елге оралдың. Енді қазіргі таңда өзіңнен кейін шәкірт тәрбиелеу бір ойында бар ма? Әрине ол шәкірт тәрбиелеу, сол тренерлерімнің жолын қуу, ол менің арман. Ойымда бар. Өзіңнің болашағыңды ауылмен немесе қаламен, қай жермен байланыстырасың? Әрине ауылмен. Ауыл мен үшін өте ыстық. Өз туған жер, өзім топырағы. Мен үшін ыстық. Ой, бәрекелді, рахмет Азамат. Өзіңдей жас ұландар көбейе берсін. Бүгінгі сұхбаттың соңында саған бір 10 және бір сұрақ қоя кетсем, жауап беруге дайынсың ба? Дайын. Ал кеттік ендеше. Таңертең тұрғанда ең бірінші ойың? Ең бірінші ойым негізі кешкі тағам үстінде ата-анамызды ақылдасып, ертеңгі шаруалар туралы, нелер туралы ақылдасып, сол таңертең тұрғанда дайындығым мен уақытым сәйкес келмей қалуы мүмкін деген сияқты. Сол ата-анам қойған тапсырмамен бірінші үйдің тірлігі сол шаруамен
сонымен оянамын. Әдетте таңғы асқа не ішесің? Таңғы асқа шай. Мүмкін спортшылардың бір таңғы асқа несі бөлек болатын шығар. Жоқ. Бәрібір дейді. Шай қазақтың моторы деп шай ішесің, иә? Шай. Дұрыс. Бозбала кезіндегі кумирің кім? Бозбала кезінде кумирім ол бала кезде японец бір тудейс болған. Татахиро Намура деген күресетін 3 дүркін олимпиада чемпионы. Соған осылған кумирім қанағы. 13 жастағы азаматтың арманы? Арман көп болды бала кезде. Чемпион болу арман. Әрине енді спортшыға ең бірінші жеңіс маңызды дейсің ғой. Әлем танитын чемпион болу. Келесі сұрақ, адамды алғаш көргенде несіне мән бересің? Сөйлеген сөзіне қарым-қатынасы сол ең бірінші. Біреудің пікірі саған қаншалықты маңызды? Енді адам болғаннан кейін әртүрлі пікір айтып, өзің талдап, жаман пікір болса, оны қабылдамаймыз, жақсы пікір болса, соны ақылдасып, кеңес сұрасып, соны пікірмен қабылдаймыз. Еліміздің қанша қаласында болдың? Шетелде болдың ба? Шетелде болдым. Елімізде қанша болдың? Еліміздің қаласында, көп қаласында болдым. Қарағанды және Қостанай қаласында болмадым, барлық қалада болдым. Ал шетелдерде? Шетелдерде Грецияда, Словакияда болдым, Өзбекстан, Қырғызстанда болдым, Грузия, Бакуде болдым, Әзербайжан, Грузия. Азамат, ал енді алтын балық ұстап алсаң, не сұрар едің? Алтын балық ұстап алсаң. Андай. Ең бірінші әр адамның арманы деп ойлаймын. Ең бірінші ата-анамның денсаулығы аман болса деп тілейміз ғой бәріміз. Соны сұрар едім. Амин. Жаттығу кезінде ән тыңдайсың ба? Иә, әрбір спортшы тыңдайды деп ойлаймын. Енді ән демекші, қандай ән? Ән тыңдағанда әртүрлі ән тыңдаймын. Әркім айтады енді. Сүйіп тыңдайтын әншің бар ма? Жоқ, сүйіп тыңдайтын әншім жоқ. Демалып тынығатын орның? Өзім ауылда туғаннан кейін теңіз жағада, теңізге шомылып сол. Дұрыс, соңғы сұрақ, алдағы жоспарың қандай? Алдағы жоспарым өте көп. Сол әлі де дайындалып, әлем чемпионатын, олимпиада ойындарын бағындыру. Әрбір спортшының арманы. Соған тырысамыз. Рахмет саған, Азамат. Армандарың орындала берсін, талай биіктіктерді, әлемді бағындырып, осы спорт саласында үлкен жетістікке жетті. Жаңа айтып жатырсың ғой, ата-анамның амандығын тілеймін деп тілеймін, тілегің қабыл болсын, ата-анаң, бауырларың аман болсын. Міне, құрметті біздің көрермен, Чай Тайм жобасының келесі саны өз мәресіне жетті. Жақсы күндерде жолыққанша.